Пайғамбар саллаллаху алейхи Мәдинаға қарай кетті. Жолда келе жатқан кезде, кеше өткен сабағымызда бастап қойғанбыз, Хамна бин Жахш деген әйел адамды кездестірді. Бұл кешегі туды көтеріп барған ұлы сахаба, Құранның мұғалімі деп атақ алған Мұсаб ибн Умайрдың әйелі екен бұл. Кешегі шахид болған Абдулла ибн Жахш бар ғой, құлақтары нелер тілініп қалған. Я Алла, мен сенің алдына барған кезде құлағың, мұрның қайда деген кезде, я Алла, сенің жолыңда кетті деп айтам деген кісі бар ғой, Абдулла ибн Жахш. Соның несі екен, қарындасы екен бұл. Хамза ибн Абдул-Мутталибтің жиені екен. Сонымен сол Хамна кездесті, әйел адам. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты, ағаң шахид болды деді. Абдулла ибн Жахш шахид болды деді Хамна деді. Сонда инна лиллахи ва инна илейхи раджиун деді. Көрдіңіз ба? Қандай да бір мұсылманға қайғы қасірет, суық хабар жететін болса, ең алғашқы аузынан шығу керек болған сөз осы сөз негізінде. Біз Алланыкіміз және оған қайтушымыз дейді. Алланыкі емеспін деп айта алмайсың ғой. Бүкіл мүлік, дүние Алланыкі ғой. Сен де соның ішіндегі бір жаратылыстың бір мүшесісің. Бәріміз Алланыкіміз, Аллаға қайтамыз. Баратын жеріміз сол. Бірақ кімде-кімнің ең алғашқы сөзі осы болатын болса, оған Аллах тағаланың игілігі, рахымы жауады дейді. Алланың игілігі, рахымы жауады, және ол кісі тура жол тапқан кісілерден деп Аллах тағала Құранда айтады. Міне сол шынымен де тура жол тапқан кісілерден сахаба әйел мына Хамна. Инна лиллахи ва инна илейхи раджиун деді. Өзіңнің бауырың ғой, ағаң өзіңнің бауырың, бір әке бір анадан туған. Нағашың Хамза ибн Абдул-Мутталиб шахид болды деді Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Сонда инна лиллахи ва инна илейхи раджиун деді. Тағы да біз Алланыкіміз, оған қайтушымыз деді. Үшінші рет, ей Хамна, сенің жарың Мұсаб қайтыс болды деді ғой, шахид болды деді. Енді оның Хамна көрген жоқ қалай өлген, бірақ енді кеше айттық қой қалай өлгендігі жайында. Қолдарының барлығы шабылып қалған, денесінің барлығы тілім айуандықпен өлтірілген. Со күйеуің шахид болды деген кезде жаңа жыламай тұрған Хамна радиаллаху анха әйел адам сол жылады ғой, еңкілдеп жылады. Сонда Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям оған басу айтты да айтты ғой, сахабалар қарап, көрдіңдер ма дейді. Ерінің, әйелінің алдындағы мәртебесі осындай дейді, салмағы. Көрдіңіз ба? Ерінің, әйелінің алдындағы салмағы осындай деп айтады Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Шынымен де ер мен әйел не? Бір-бірін толықтырушы. Аллах тағала Құран кәрімде айтқан, бір-бірлерін естеу үшін, бір-бірлерінен тынық алу, тынысу, жаңағы бір-бірлеріне тынығу үшін, бір-бірлерінен жаңағы жандары жай табу үшін, бір-бірлеріне киім болып, бір-бірінің жаңағы айып, нұқсандарын жасырушы болған. Кейбір айтпайтын сырларыңды кімге айтасың? Әйелі күйеуіне, күйеуі әйеліне айтады. Анаңа, әкең айтпайтын нәрсеңді әйеліңе айтасың. Дұрыс па? Бауырың айтпайтын нәрсені айт. Екеуін Аллах тағала осылай жаратқан міне. Ер мен әйелді Аллах тағала осылай жаратқан. Бір жарты бүтін денесі сынғандай Хамна анамыз сол кезде жылаған екен де, Мұсабтан айырылған кезде. Былайша айтқанда, қайғы қасірет жамылған отбасы, ағасы, көкесі, күйеуі бір күнде қайтыс болды барлығы.